Сәлеметсің бе, құрметтім. Егер сен дәл қазір осы видеоны көріп отырсаң, бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Мүмкін өміріңде соңғы кезде бір нәрсе бұзылып жатқан шығар. Қарым-қатынаста түсінбеушілік көбейіп, ішіңде бір шаршау бар. Үстіңде бір ауыр жүк тұрғандай. Тынышталуға мүмкіндік бермейтін, үнемі бір іште қысылып тұратын күйдесің. Ақша бар сияқты, бірақ тұрақтылық пен ақша жеткілікті деген сезім сезілмейді. Көп адам мұндай сәтте кінәмен жауапты сырттан, яғни адамдардан, жағдайдан, тағдырдан іздеуі мүмкін. Ал шындық болса мүлде басқаша. Егер сен өзіңе жиі неге менімен осылай болады деп сұрақ қойсаң, бір сценарий өмірдің қайта қайталана берсе, бәрін ақылмен түсінесің, бірақ ішіңде бәрібір тыныштық жоқ. Сол баяғы ішкі қысым өзгермей жүрсе, онда мәселе сыртта емес, мәселе адамның ішкі тірегінде. Менің есімім Айгерім Дәулетярова. Мен Московский институтты тәмамдаған дипломированный психологпын. Менің психологиядағы бағытым созидающий, яғни құрушы, реттеуші, қалпына келтіруші. Мен мультимодальды психологпын, яғни адамға бір ғана әдіспен емес, оның тұтастығы арқылы қараймын. Өз жұмысымда авторлық үштік концепцияға сүйенемін. Адам жаннан, тәннен және рухтан тұрады. Осы үшеуінің біреу кем болса, өмірдің барлық саласы ақсайды. Бұл қарым-қатынаста қайталанатын ауыр сценарий болып көрінуі мүмкін. Денсаулықта энергияның түсуі, шаршау, еш нәрсеге зауқың жоқ, аурулар неше түрлі, және де қаржыда тұрақсыз қаржылық жағдай. Бұл қиындықтардың түп тамыры басқа адамдарда немесе сыртқы факторларда да емес. Олар адамның басынан өткен тәжірибесінен, ішкі сенімдері мен құндылықтарынан қалыптасады. Егер сен мен бұны өзгерткім келеді десең, және ішкі тірегіңді күшейтіп, өзіңе сүйенгің келсе, энергияңды, денсаулығыңды, қарым-қатынасыңды және қаржылық жағдайыңды